Арбаатун юбадумуллаху. Мынадай 4 сипаттағы адам дейді Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Біліңіздер, Алла Тағала жек көреді ондай адамдарды. 4 топтағы адамдарды Алла жек көреді. Я Раббым деп сен Алланы жақсы көретін шығар деп тұрсаң, Алла ондай адамдарды жек көреді. 4 топтағы адамдар. Кімдер десе, біріншісі әл-бай уәл-халлаф, ант ішіп саудагер, ант іше беретін. Екіншісі әл-фақир мұқтал, кербез кедей адам. Өзі жоқшылықта көрініп тұр, жағдайы көрініп тұр. Бірақ кербез тәкаппар. Мен үйтіп қоям, мен бүйтіп қоям, мен саған көрсетіп қоям. Қой, сіле олай емес шығарсың десе, аняға барып тастайды. Кербез. Жарайды деп, кішкене біреу не дейін десе, менсінбейді ана нәрсені. Кербез деп атқан, аппетит үлкен ғой былайша айтқанда. Біреудің көмегінде нетіп тұрған жоқ. Мынауың не? Мынауын беріп атсам баған. Мынауың не? Дұрыстап мынаны берсейші деп тұр. Өзі мынаған да мұқтаж негізінде адам. Сондай адамдар Алла Тағала жек көреді дейді. Алла оны сынап атқан еді негізінде. Сабыр етіп, Аллаға шүкір енді деп, өзін білдірмей, Аллаға тәуекел етіп қимылдаса, Алла беретін еді ондай адамға. Ол кербезденіп тұрды. Одан кейінгі үшінші шайхун зәни, Алланы жек көретін үшінші топтағы адам, кексеген жастағы зінақор адам. Шайхун деген адам, шайх деген бұл кәдімгі қария кісі. Орта жастан арғай кеткен адамдар, бұл шейх деп айтылады. Құдай сақтасын. Самауға ақ түскен, оның бәрін қап-қараға бояп алған, сақалын бәрін ап-қараға бояп алған, жылтыратып бәрін 20 жастағы жігіт сияқты көрінемін деп сыланып жүреді. Сөйтіп қыз келіншектерге қырындап, Алла сақтасын. Сөйтіп зінаға белшесіне батып жүрсе, Алла сақтасын. Онда сол шалды Алла жек көреді дейді. Ертең Алланың алдына сөйтіп барсақ, жағдай қиын болады, Алла сақтасын. Таубаға келу керек, ондай адамдар, таубасына келу керек. Төртіншісі жаңағыдай адамдарға қиянат қылатын, хаққысын жейтін басшы дейді.